Менің әкем қаһарман. Көшеде қаңғырып жүргенше қызыңа тәрбие бер. Осы үйдің еркегі сен емессің ба? Сен ғой. Неге сен осындайсың? Бұндай папа болғаннан болмаған жақсы. Нормально еркек болмасаң бар ғой, ана алуан аламды кетем де қалам. Әкесі қайтыс болған ба? Пешка деген обычный черт қой. Сен білсің, сен менсінбей өткен пешка ферзі болатын артта. Шашки ойнайтын Амантай деген сен ба? Шашки емес, ол шахмат. Сіз ештеңе сезіп отырған жоқсыз ба? Осырдың ба? Сіздің басыңызға полный обследование жасадық. Болезнь урбаха вита деп аталады. Бұл ауруға шалдыққан адам қорқу сезімінен толық айырылады. Ыстық су қайда? Едеме маған. Чупа-чупс маған айтып тұрсың ба? Шахматтан айырып жіберем ғой мен сені. Сенің духың вагон дейді ғой, да? Балам көзінше мені позор етесің, а? Мынау кімнің бұл башы? Әкімшіліктің атынан өзіңізге алғыс білдірейін деп келіп едім. Жаман асылсың ғой. Құтты болсын. Братан! Бәрі дұрыс па? Немене қиналып отырсың? Запор болып қалғансың ба? Амантай, тұрсайшы. Маған ертеңгі ашық сабаққа менің әкем қаһарман тақырыбына шығарма жазу керек. Менің әкем чмо деген тақырыпқа шығарма жаз. Мен саған том-томмен айтып берем, 5 аласың. Сен қатының аузын ашып тұр, ше. Қорғасын кеп тастау керек, үні шықпайтындай қылып. Ақсақ құландағы домбырақ сатып бар ғой. Не жеп тұрсың сен? Саған андай Амантай ұнамайды, Томнан Амантай ұнамайды. Егер сен андап сен! Ол кісі психический обострение жиі болып тұршы ме еді? Түсінбедім. Сен кімсің? Амантаймын. Пап! Жоқ, сен Амантай емессің. Менің папам тигр.